Қызыл телпек ертегісі. Бір ауылда қызыл телпек атты кішкентай қыз өмір сүріпті. Ол бір күні науқас әжесіне дәмді тағам мен бәліш апару үшін орман арқылы жолға шығады. Шешесі оған: «Бөгелме, орманда бейтаныспен сөйлеспе» деп ескертеді. Орманда оған қасқыр кездесіп, қайда бара жатқанын сұрайды. Қыз айтқан соң, қасқыр әжесінің үйіне жақын жолмен озып барып, әжені жұтып қояды. Кейін қыз келгенде, қасқыр әже кейпіне еніп, төсекте жатып, оны да жұтып қоймақ болады. Дәл осы сәтте жақын маңдағы аңшы келіп үйге кіріп, қасқырды көріп, оны атып тастайды. Қыз бен әжесін қасқырдың ішінен аман алып шығады. Содан кейін қызыл телпек орманда жалғыз жүрмеуге, бөтенмен сөйлеспеуге уәде береді.